Қайырлы күн баршаларыңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әсемай. Бүгін осындай карамельді крем дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Бізге керек заттар сливки, су, қант, тұз және де бөлме температурасындағы сары май. Алдымен сотейгімізге 80 граммдық салқын суды құямыз. Қантты салып, оттың астын қатты қылып жағамыз. Оттың астын жаққан соң қасықпен араластырудың қажеті жоқ. Осылай толық қайнап, карамельді түске айналғанша қасықпен араластырмайсыз. Сиропымыз дайын болғанша салқын суға шым-шым тұзды салып, микроволновкаға салып қыздырып аламыз. Сиропымыз әдемі түске айналды, асты жабысып қалмауы керек. Микроволновкадан шыққан суымызды құйып, толық араластырып шығамыз. Сливкиді құямыз, сливки жылы болу керек. Ең соңғысы сары майымызды салып, ерігенше араластырып шығамыз. Барлығы бір қалыпты, бір консистенцияға түсуі керек. Дайын болған кремді таза ыдысқа құйып, тоңазытқышқа немесе салқын жерге кем дегенде 30 минутқа салып аламыз. Мінекей карамельді креміміз дайын болды. Міне салқын жерден шыққан соң осындай түске айналады және де нығызырақ болып шығады. Карамельді кремді кез келген тортқа қолдасаңыз болады, өте дәмі күшті болып шығады. Міндетті түрде дайындаңыздар, менің арнама тіркеле қойыңыздар.